Құрметті телекөрермендер, тағы да қатарымыз қосылып жатқан ағайындарға қайырлы таң дейміз. Бүгінгі біздің студиямыздың құрметті қонағымен таныс болыңыздар. Бүгін бізбен бірге ой бөлісетін, тамаша бізге көңіл күй сыйлауға өзінің тарапынан үлкен үлес қосатын Халықаралық түркі академиясының президенті Дархан Қыдырәлі ағамыз келіп отыр. Дархан аға, ассалаумағалейкум дейміз. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Сіз бүгінде Халықаралық түркі академиясын басқарып отырсыз, оны біз жақсы білеміз. Өзіңіз мұрындық болып, біршама игі істер атқарылғанда көзқарақты көрермен толығымен біледі деп ойлаймыз. Түркі тілдес мемлекеттердің парламенттік ассамблеясы, түркі кеңесі, түрксой секілді ұйымдардан бұл академияның айырмашылығы неде? Жалпы Халықаралық түркі академиясының негізгі мақсат миссиясы жөнінде толыққанды тарқатып айтып берсеңіз, бұл бір тамаша болайын деп тұрған дүние. Түркі кеңесі Стамбулдағы, бұның алдында сол жерде қызмет атқарып келдік. Ол жалпы саммиттердің хатшылығы қызметін атқарады. Көп жағдайда мемлекет басшыларының осы саммиттерін дайындайды, соның шешімдерін қадағалайды. Ал түркі академиясы болса, осы түркі әлемдегі ғылым, білім, ағарту саласы, жалпы академиялық құрылымдардың арасындағы өзара байланыстарды үйлестіреді. Сонымен қатар түркі елдерінің құндылықтарын түгендейді. Археологиялық қазба жұмыстарынан бастап тарих, әдебиет, тіл сияқты ғылым салаларында зерттеулер жүргізеді. Бар нәрсені біздің мәдени мұра бағдарламасы сияқты осы біздің мәдени мұраларымызды жалпы шетелдерге насихаттайды. Түркі тарихының адамзат өркениетіндегі алатын орнын айқындайды. Сонымен қатар жалпы академияның жанында қазір кітапхана, музей бар. Бұның барлығы да Қазақстан президентінің бастамасымен құрылған. Қазақстанның қазір түркі әлеміндегі жетекші рөл атқарып отырғандығында көрсететін бір айғақ. Бәрекелді. Жалпы Халықаралық түркі академиясы бүгінгі таңда түркі халықтарының ортақ тарихи оқулығын жазып жатқандығынан да хабардармыз. Осы жаңа жылдағы ең бір маңызды іс-шараның бірі болады деп тек қана біз емес, дүйім жұрт қуанып жатыр десек, артық айтқандығымыз емес. Осы оқулықты жазудағы мақсат не? Және бұл оқулықты бүгінгі таңда кімдер жазып жатыр? Біз 4000 жылдық тарихымызға қараған кезде шығыста Қытай, немесе Үндістан, оңтүстігіміздегі Иран, Египет, Византия, Рим сияқты көне мәдениеттермен бірге, көне өркениеттермен бірге осы 4000 жылдықта адамзат тарихында түркі өркениетінің үлкен рөл атқарғандығын көреміз. Біз 15 ғасырға дейінгі кезеңді қамтитын мектеп, әсіресе 8-ші кластарға арналған мектеп оқулығын жазайық деген ұсыныс айттық. Бұл президенттер тарапынан мақұлданды. 2012 жылы Бішкектегі түркі тілдес мемлекет басшыларының саммитінде елбасылар осы мәселеге тоқталып тапсырма берді. 2013 жылы Габалада өткен саммитте бұл тағы да мақұлданды және түркі академиясына тапсырылған болатын. Сол мәселені біз осы 2014 жылы қолға алдық, арнайы комиссия құрдық. 4 мемлекеттің білім және ғылым министрлерінің кеңесінде осы мәселенің қалай жасайтындығымыз жөніндегі бағдарламамызды қойдық. Сонымен қатар 4 мемлекеттің ең таңдаулы деген тарихшыларын, мықты мамандарын жинап бірнеше жиын өткіздік. Ол жерде ең бастысы методологиялық мәселе болды. Арғымақты ерттеп мініп, осы өркениеттердің арасын жалғастырған жібек жолы арқылы мәдениеттердің арасында көпір болған, дәнекер болған түркі өркениеті өкінішке қарай бүгінге дейін басқалардың тарапынан жазылып келді. Ал ар жағына қарағанда осы жалпы тарихи тамырластық біздің туыстық дәнекерлігіміздің де жалпы айғағы. Сондықтан бұлардың барлығын бірге жазу туралы мәселе көтерілгені көп болған. Бұл мәселені Түркиядағы ғалымдар да 90-шы жылдардан бастап жазуға талпынып келді, бірақ өкінішке қарай үлкен нәтиже берген жоқ. Себебі біздің тарихымызда да, мынау жалпы түркілердің тарихында да ақтаңдықтар аз емес. Мысалға үлкен қақтығыстар бар. Тимур мен Баязиттің қақтығысы, Тимур мен Тоқтамыстың қақтығысы сияқты, немесе мынау Кенесарының жорығы сияқты және басқалар. Міне осындай оқиғаларға мемлекеттердің тарихшылары бір жерге келген кезде өзара пәтуаға келе алмай келді. Ал түркі академиясы ретінде біз мүлдем басқаша тәсіл қолдандық бұл жерде. Кез келген мемлекеттің тарихында ол ақтаңдақтар болмай тұрмайды. Бірақ соның ішінде ортақ нәрселерді қарай білу керек. Бұл не? Біздің тіліміз, ортақ тұлғаларымыз, мақтаныштарымыз, ортақ құндылықтарымыз,
осыны сайып келген кезде 15 ғасырға келіп тоқтаған себебіміз оған дейінгі біздің біріктіретін құндылықтардың бәрі ортақ екен. Сондықтан біз 15 ғасырдағы осы Евразия кеңістігіндегі түркілік дәуірмен аяқтағымыз келді. Неге? Себебі одан кейін ол империялар құлап, кішігірім хандықтар, мемлекеттер құрыла бастады. Біздің түсініспеушілігіміз көбінесе осы 15 ғасырдан басталады. Тарихи сананы ортақ ұғым, ортақ құндылық ретінде жастарымызға бере білу үшін мықты мамандармен осы оқулықтың қазір бағдарламасын дайындап шығардық. Бұны таяуда ғана Бакуде өткен білім және ғылым министрлерінің 3-ші отырысында мақұлдады. Енді биылғы саммитке дейін осы оқулықты толық аяқтап шықсақ деген ниетіміз бар. Дархан Қондығұлы, дәл қазір сөзімізді үзе тұрып, біз телекөрермендерге айтарымыз, біздің сыр сұхбатымыз бірінші минуттардан кейін жалғасын табады. Ал әзірге кезекті қызықты Айдарға берсек. Ал енді күні кешеге былтырғы жылға көз салсақ, өткен жыл академияда үлкен мұражай ашылды. Ол тіптен кітапханамен толықтырдыңыздар. Ал былтырғы атқарылған жұмысқа тағы да басқа, тағы да нелер қосуға болады? Осы іс-шараларды толық қамтып өтсек, бүгінгі таңда академияның күн өткен сайын, жыл өткен сайын мәртебесінің көтерілуі бұл дүйім жұртты қуантатын белгілі. Ал жалпы академияның тыныс тіршілігімен, атқарылып жатқан іс-шараларымен толыққанды айтып кетсеңіз, бұл да бір тамаша дерек. 2014 жылы музейді қайта жасақтадық. Өте бірегей экспонаттар алдық. Бұл жерде мына экспонаттарымыздың көпшілігін әзірше қазақстандық мұралардың құрайтындығы белгілі. Ал жуық арада енді біз осы академияны құрып отырған мемлекеттерге хат жазу арқылы түркі әлемінің, түркі өркениетінің мұражайын құрсақ деген ойымыз бар. Түркологияның музейін құрсақ деген ойымыз бар. Өзіңізге мәлім, 2014 жылы Иштван Қоңыр Мандокидің Венгриядағы 16 000 кітаптан тұратын үлкен кітапханасын біз алдырып, жаңа кітапханамызды толықтырдық. 32 000-ға жеткіздік қазір кітап қорын. Бұлардың көпшілігі басқа кітапханада жоқ, сирек кітаптар, қолжазбалар және Европада шыққан мына тематикалық аса құнды кітаптар. Біз осы орайлы сәтті пайдаланып, мен Айша Қоңыр Мандоки апайымызға үлкен ризашылық сезімімді жеткізе кеткім келеді. Себебі ол кісі 90-шы жылдардан бері көзінің қарашығындай сақтап келген кітапханасын біздің академияға сыйға тартты. Сонымен қатар Әбдуәлі Қайдаровтың кітапханасын сыйға алдық. Әбжан Құршанов ағамыздың үйіндегі жеңгеге де рахмет айтқым келеді. Ол кісінің барлық қолжазбаларын, қолындағы түркологияға қатысты материалдарын Түркі академиясына сыйға тартты. Сол сияқты Рабиға Сыздықова апай өзінің қолындағы материалдарын, кітаптарын сыйға тартып жатыр. Атағы бүкіл дүниесіне мәлім археолог ағамыз Зейнолла Самашев Алтайда қазба жұмыстарын жүргізіп, 7-8 ғасырдың жырау жауынгерін тапты. Сондықтан Түркі академиясының халықаралық статусына байланысты атқаратын шаралары да көбінесе халықаралық сипатта болады. Дархан Қондығұлы, 2014 жылы елге еткен еңбегіңіз еленді. Үлкен марапаттар алдыңыз. Ең соңғысы түрік дүниесі жазушылары мен өнер қайраткерлерінің қоры жыл қорытындысы бойынша сізге түркі әлеміне сіңірген еңбегі үшін сыйлығына лайық деп тапты. Біз осындай үлкен марапатыңызбен, осындай үлкен дәрежемен, шын ниетімізбен сізді құттықтаймыз, еңбегіңіз осылай жана берсін. Енді осы қор туралы қысқаша айтып бере аласыз ба? Жалпы мысалға бұл қандай өнер қайраткерлерінің қоры, не болмаса бұған дейін осында еңбегі еленген біздің отандастарымыз бар ма Қазақстанда? Рахмет, бұл мен үшін күтпеген тосын сый болды. Ешкім алдын ала ескертіп айтқан жоқ. Мен де интернеттен білдім осындай сыйлыққа лайық көрілгенімізді. Жалпы бұл қор туралы бұрыннан хабарымыз болатын, себебі 1996 жылы Түркияда құрылған алғашқы төрағаларының бірі
жалпы қорға басшылық жасаған кісінің бірі ол марқұм Шыңғыс Айтматов болатын. Түркі халықтарына ортақ тұлға. Және алғашқы сыйлық алған кісілердің қатарында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, Әзербайжан президенті Гейдар Алиев, Түркияның президенті Сүлеймен Демирел сияқты тұлғалар болды. Кейін Олжас Сүлейменов, Мұхтар Мағауин, Мұхтар Шаханов сияқты кісілердің осы сыйлықты алғанынан хабарым бар. Жыл сайын беріледі екен, биыл 19-ші рет беріліп отыр екен. Сондықтан бұдан кейінгі атқаратын жұмыстарымызға жүктелген жауапкершілік ретінде қараймыз. Әрине, өйткені еңбегіңіз еленіп жатса, ол соңы марапатпен аяқталып жатса, біз қашан да өзіңіздің атқарып жатқан ісіңізге қарап, құр жүріспен жүрмейтініңізді білемін. Бұл сізді өзіңіз қамшылауға алып келіп соғатын тағы да білеміз. Мінекей бізге өкінішке орай берілген уақытта өз мәресіне келіп жетті. Ең бірінші атартып сонау осы біздің студиямыз келіп, таңертеңгілік тамаша ой бөлісіп, сұхбат беріп жатқаныңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Әмәнда жұлдызыңыз оңынан тусын дегіміз келеді. Түркі әлем үшін атқарылып жатқан еңбегіңіз жана берсін дейміз. Мен ойлайын, бұл сізбен алғашқы ғана жүздесуіміз біздің телеарнадағы, ал болашақта тағы да тамаша мол үлкен еңбектерді дәріптейтін, үлкен қуаныштарды, яғни сүйіншілеп сұрайтын үлкен тамаша хабарларымыз әлі алтыда деп ойлаймын. Келгеніңізге көптен көп рахмет. Тек қана өзіңізге табыстар тілейміз. Біз де сізге үлкен рахмет айтамыз. Шын мәнінде халықтарды жақындастыратын бұл ақпарат құралдары, елдерді жақындастырушы бұл журналистер. Сондықтан сіздердің ақпарат құралдарыңыз арқылы, таң телеарнасы арқылы Түркі академиясын айтуға мүмкіншілік бергендеріңіз үшін, түркі интеграциясы туралы жұртшылыққа хабардар етуге мүмкіндік туғызғандарыңыз үшін мен сіздерге үлкен рахмет айтамын. Жұмыстарыңыз жемісті болсын. Көптен көп рахмет. Аман болайық.